деген сияқты. Сосын сіздерге билет келеді. Егер мен жіберген ссылкамен жаңа садыр деген промокодпен подписка жасасаңыздар, сіздерге 18 май 18 мамыр күні келеді, концертке дейін 4 күн бұрын. Все, міне. Ал егер сіздер менің осыған дейін подпискаларыңыз болып Яндекстен өлең тыңдап жүрген болсаңыздар, онда жаңағы альбомыма лайк басады ғой, сол адамдарға 14 күні келеді. Билет оларға ертерек келеді. Ал 19 мамыр күні, короче, менің альбомым уже андай болып шығады. Уже ашық болып шығады, короче. Қазір құлтаулы тұр ғой, сол кезде ішіне кіріп тыңдау дегенде, короче, пресейв деген шығады. Соны бассаңыздар, ол 19 мамыр күні. Короче, сондай активациялар бар. Соларды орындап Алматы аренада кездескенше деген білет сіздерге. Мен дейді. Все, мен қазір сұрайын. Аза бізге қанша адам алған көріп отыру керек еді, қанша адам қалай немен тіркеліп отырғанын деген сияқты статистика керек та бізге. Все, статистиканы көріп мен сіздерге айтып отырамын қанша адам қалғанын, қанша адам ғана жасай алатынын дальше. Короче, ол жерде баяғыдай ондай болмаған, аренада білесіздер ма, бір жағында сахна тұратын. Қазір біз істесек көп адам сеу үшін барынша сахна болмайды, сахна ортада болады да. 360 отырады, короче, адамдар. Оның бәрін, короче, келгенде көресіздер. Күшті болады негізі, Құдай қаласа. И бастысы көңіл күй керемет, сосын күшті розовый любой бір кепка, может футболка, может кроссовка деген сияқты киіп келіңіздер. Total, полный розовый киіп келсеңіздер, вообще күшті. Мен де розовый киіп барам екен. Бірдей болып жүреміз. Давайте. Мен сторис салып жіберейін, Телеграммама салып жіберейін. Менде уже жақта жұмыс басталып жатыр, қыздар, жігіттер. Мен жақта клип түсірім керек, жақында соның жұмысы басталып жатыр. Асеке, салам, как ты? Я сейчас где-то минут 30, можешь подождать? Я тебе наберу. 30 минуттан кейін стрим өшеді. Дальше жұмыс істеп ойлаймын. Солай, Ақтауда дейді. Өкінішке орай Алматыда ғана болады. Алматыға ғана біздің айтсын болады. Барынша тырысып енді істеп жатқан дүниеміз. Билет сатылмайды деген сияқты көп дүниелер бар. Енді сіздер біле бермейтін сахнаның артында қиын дүниелер бар. Сағат деген сияқты. Солай. Көптеген достарымды, блогерларды, әншілерді шақырам. Бәріңізге телефон қатып атқан ше. Қатып атып. Міне, бәріңізге сәлем. Мен қазір стримда отырмын. Стрим отырсаңыздар болады. Ол жерде түсіндірдім қалай аренаға билет алу керек екенін. Егер де сіздер жаңағы мен инстаграмға қойған садыр деген сілтемеге өтіп тіркелген болсаңыздар, сіздерге 18 мамыр күні билет келеді. Ал егер сіздерде осыған дейін уже Яндекс музыкаға подписка болса, сіздер жай ғана менің альбомыма кіріп, садыр один дейін деп лайк бассаңыздар, альбомға сіздерге 14 мамыр күні билет келеді. Және бір жаңа комментарий оқып қалдым. Аренаға кіру тегін не деді ғой деген сияқты. Подписка жасау алғашқы айы 0 теңге. Сол үшін уәде еткендей билет алу тегін. Жай ғана Алматы қаласынан болсаңыз болғаны. Эфирға кіріңіздер. Қалай жақсы түсіндіріп жібердім ба? Оңай емес негізі түсіруде ше. Қазір ойым әр жақта тұр ше, жұмысым бар, анау бар, мынау бар. Бәріне жауап беріп жатырмын да. Солай, короче. Келетін адамдар болса, сіздерге рахмет, сіздерді қуаныштымын, сіздер үшін құттықтаймын.
Все, міне. Көп комментарийда сондай сұрақтар қойып жатыр екен да. Уже біз Яндекстен музыка тыңдайтын болсақ, қалай кіреміз деп. Солай? Сондай сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Жарып жіберетін альбом болсын дейді. Рахмет, аумин. Көп. Бастамасы сәтті болсын, қалғаны Алланың қолында дейді. Әрине. Ең бірінші Алланың қалауымен болады деп ойлаймын. Бар дүние себебі адам қанша тырысса да болмайтын дүниелер бар. Адам Құдай қаламаса болмайтын дүниелер бар емес, ештеңе болмайды. Бірінші ниеттеніп әйтеуір әрекетімізді жасап жатыр. Қалғанын Аллах қалайды солай болады. Сосын сіздердің қолдауларыңыз әрдайым беріп жүрген осы әйтеуір жұмысыңыздың ары қарай өсуіне, өрбуіне, домалауына үлкен септігін тигізіп жатыр. Солай. Все, статистиканы келістім жіберетін де ол. Ау. Hello. Hello guys, how are you? I am from Kazakhstan. Hello guys. Стримдамын қыздар жігіттер, тиктоктасың ба сендер? Көресіңдер. Вот міне, сәлем деп қойыңдар. Сәлем. Сәлем Садырдың подписчиктарына. Сәлем. Давайте. Садырдың новый альбомын қолдайық. Зейн шығады кейін, достар. Хотя бы киноға барайық. Зейнді көрдім. 2 жыл бойы күткен альбомды қолдайық. Рахмет достарым, рахмет, адырши. Құлайдан қайтсын. Үмкен айтпақ қойшы өмірде достарымды айтпайсың, ол достар дейсің ғой. Садыр Грузияға барасың ба? Кенни Уэстқа ма? Кейін Жоқ, просто. қайтасың ба? Кенни Уэстқа барам, просто бармайм. Зачем Кенни Уэстқа Зейн тұрғанда? Басқа өздерінде не жақ? Жастық шақ бітті ма? Жастық шақ бітпеді, әлі істеп отыр. Именно сол бітпеді. Малсың я. Еще неде жүрген осы. Досы алдырмасай досты да. Стритта боқтаманды. Ешкім боқтап отқан жоқ, просто дос болады. Қақтасыңдар қыздар жігіттер. Мен... Солай, рахмет әйтеуір, қолдабасыңдар әйтеуір ше. Құдай да қайтсын. Стримға келсеңдерші, стримға, қақтасыңдар. Сайтта билет біткетті қойшы. Мен 11-де үйде бол кеттім ғой. Күйеуің не істейін? Подведіться деді. Күйеуің шақырсақшы бірге. Қазіргі күйеу істен абырақшы. Қазіргі күйеу істен, а? Стена, реально стена. Стена. Онда бір күні басқа күні шақырам онда. Келіп, альбом тыңдатайын деп едім ғой бейт наушникпен дың адамдарға. Қалай болатқан. Кел десең, кеп береміз ғой. Сол шақырам ғой, бір дайындалып не істеп алайын, реттеліп әйтеуір. Үйдің жинап дегендей. Маған анда-сандан жас берген ғой, Садыр білесің бе өзің. Сол микрофонның несі ғой, құдіреті ғой, хит болып кетті. Сол өлең бет не хит болып кеткен? Иә. Әдемі ғой. Анда-санда деген. Қайсы? Анда-санда сені бір көруге ұмтыламын. Ол емес пе? Ашаң артында бір бас отыр ғой. Қыздар жігіттер. Өткен празднигімен Садыр. Рахмет. Бірінші қызсын құттықтап атқан. Құттықтамадың, прикинь. Болды. Ертең шақырсаң, ертең Мәскеу кеп берем. Болды, адырши. Аппақ қоп. Рахмет. Розовый ғой балка. Садырға ренжіген ғой, мен сегіз барда құттықтауым өзім келе айтып кеткенімше. Мен жарығы ұмытып кеткенмін ғой. Ұмытып кететін бар да. Мен де ұмытып кеттім ғой. Досым кешірші. Бәрімізде жұмыс қой, ничего, нормально.
Давайте мен стримдам, потом. Болды, давай, удачи. Ассалаумалейкум. Зейін алға. Зейін алға. Давайте. Міне, өйстіп қолдап жатыр мені звондап, күшті болып жатыр. Рахмет, әйтеуір. Оның өзі внимание, көңіл ғой адамға деген. Кайф емес па? Қазір чатқа бүйтіп төмен соғайын. Мен қазір қанша болды сағат? Мен по идее сәл ұзақтау отырайыншы, сәл күте тұрайын. Қалай билет алуға болады дейді. Вот, міне көрдіңіздер ме, сұрақтар көп келіп жатыр. Билет алу үшін менің инстаграмдағы ссылкаға өтесіздер, сол жерде садыр деген промокод тұрады. Соған просто подписка жасасаңыздар, подписка жасау бірінші ай 0 теңге. Соған тіркелсеңіздер, сіздерге Яндекстен сол уведомление күтіп жүріңіздер, сіздерге поздравляем, вы выиграли билет деп келеді. Для Садрадина концерт деп. Соны аласыздар. Бұл 0 теңге деген мен идеяны, короче. Білмеймін, сөйтіп ойладым өзім, короче. Себебі бесплатно болу керек деп шештім да өзім. Солай. Сондай идеяны әйтеуір жайлап реализация жасап жатырмыз. Садыр қалай тіркеледі. Ал егер сізде Яндекс музыкада осы күнге дейін тыңдап жүрген болсаңыздар, мен альбомыма Зейін деп тұрады. Зейін деп жазсаңыздар шығады, или немесе Садрадин деп. Соған лайк басасыздар, лайк мүлт дегенді бассаңыздар тіркелесіздер. Солай. Ой, лайкты басасыздар, сол кезде сіздерге тоже билет жібереді 14 күні. Ал жаңағы новыйдан подписка жасаған адамдар жаңағы Садыр деген промокодпен обязательно Садырды жазу керек, себебі сіздер ссылкаға кіріп тіркелейін деп отқан кезде Садырды удалить етіп тастамаңыздар. Себебі ол Яндекс ойлайды басқа адам жасап жатқан деп ше, нені сөйтіп бермей қояды дейді. Сол үшін Садыр деген промокод ол обязательно. Соны ұмытпаңыздар. Соңына жете алмай жатырмыз екен. Таптап көп кетіп қалыпты. Вот, сондай жағдайлар. Басқа не жаңалық болып жатыр, не жұмыс. Апликат етіп отырмын, жауап беріп жүрейін. Осы әнімізді айтып, новый әндер тыңдап. Мен, короче, қуалып жүрмін, шынымды айтсам. Менде қазір вообще дұрыс ұйқы жоқ. Өзім дұрыс ұйықтамайтын адам едім. Короче, дұрыс ұйқы жоқ. Кеше мысалы қаншада ұйықтадым? Түнгі 2-де ма, 1-де ма съемкадан келдім де ұйықтағам. Түскі 3-ге дейін жатып қалған болды. Давай ұйқым қанбай шаршап. Ұйқым қанбайды. Үйті тамақ іште қоятты да. То кәдімгі жата берейін деп тұрмын бүйтіп. Сондай жағдайлар. Қазір активный жұмыс басталды. Соған әйтеуір кірісіп жатырмыз. Бір өлең айтып берейін, адамдар кіріп тұрғаннан кейін сый құрмет көрсетіп, кішігірім әнімізді арнап жіберейік. Осы гитарамен танытыңыздар. Осы гитарамды әйтеуір тастамайым. Патиге де аренаға да алып барамын деп отырмын. Өлең айтып қандай ән айтайық? Менің адамым дейді, давайте. Саған ғана шынайымын, шын гүлгенім,
Bir özüngmen özümde bar sezimdim joluna aynaldım her sözümdün adalıma janımda kalcı özümden Şahım men canım menin adamım Eşinin mung suludun seni kaladım Özgege mıhtımın da özünden kana jengil adamım Sendey can bendim mağan tengir vermeydi Bir sözün yürektegi var mung dendeydi Men senden ayrılıp kalgım gelmeydi Kalgım gelmeydi Osunda yani yani Kaç tas kuşuydu? 사랑요 감사합니다. 나 재미사 나 아리가또. Meme yok bitpiga diyor. Meme bırak biraz meme'ler var ekan. Son ko'rdim. Addushi. O'zim addushi deb aytdim. Я в Тбилиси воровал немало, а в Батуми заложили годы. Ах, тебе пишу тебе, родная, ах, мамаджан, вот такая доля воровская. Так. Возьми телефон. Саған домбыра емес қой дейді. Ötüp кетеді бір уақыттың дәлеліне дәлегіне мен сені жаным айналайын әлеміңе айналайын әлеміңе дәлеліне әлеміңе айналайын көздеріңнің әлеміне көздеріңнің әлеміне айналдың ғой әлегіме әлегіме айналдың ғой әлегіме айналдың ғой әлегіме бірдеңе енді айналдың әлеміме деп айтса болады екен айналдың ғой әлеміме енді айналдың әлеміме әлеміме айналдың ғой әлеміме ұзын күйесің либо бармайсың ұзын күйесің либо бармайсың қарағым ай дейді ай қарағым ай sorry ай қарағым ай сызылып қарағың ай ай қарағым ай жап жарық жанарың ай тура қарап айтарым жүрегімді жайқадың сен қараған сол сәтте
Yürüyünde ayqadım, сезіміңді байқадым, yeah. Өзің болшы енді жүрегімнің егізі, сақинадан жалғыз жүр ғой демесің. Кешке жақын шықшы бір қыдырып қайтайық, мініп алып бірге махаббаттың кемесін. Ай, ай, қарағым ай, шаршар жанарың ай. Ай, ай, қарағым ай, шаршар жанарың ай. Oh, yeah. Мен сені менен не жазып отыр садыр номері деп. Мен номерім жоқ. Мен номер ұстамаймын. Мен номер ұстамаймын. Ұнап тұрмын өзіме ше бірақ. Реально. Да. Ана видео өтіп кетті ма? Это ты то самое бірдеңе, та самая, вид казашка деген. Ну, бірдеңе деп жазған көп. Ты появился в этой жизни он. Дан. Жақсы жарасады мына футболкам. Стамбулдан ағамға аэропорттан. Америкаға барып таңыз. Осылай кіріп келесің ғой біреудің өміріне ше. Біреудің әдемі жүрген өміріне. Осылай кіріп келесің ғой. Құртып ше өмірін. Әдемі өмір сүріп жүреді біреу ше. Осылай келесің ғой. Жайлеп, скейтпен жайлеп келесің ғой. Жаным мен. Өмірін, тып-тыныш жүрген өмірін кіріп келесің осылай ма? Бытышын шығарып қойшы. Депрессияға түсіруге кіріп келесің ғой. Не дейді мен? Энергияға батыр заряжаться етіп отырмын. Жақсы би екен е? Қазір шықты. Биші болмай қалған адаммын да менде. Бимен альбом жазып тастаң. Бидің альбомы деген болмай ма е? Бидің альбомын жазсаң қалай болады екен? 10 би болады да ішінде. Оның несін стадионда істейміз презентациясын. Би. Ішінде типа мұңлы билер болады да, мұңлы әндер сияқты. Жай осындай билер болады жай. Махаббат жайлы билер болады арасында. Арасында типа плагиат әндер сияқты, плагиат билер де болады. Аригато. Андай дерзкий рух беретін билер болады андай. Былай ұйып тұра бересің ғой. Андай ше. Брррр деп тұратын бұрын. Әнші болды сағат 3 кетіпті ғой. Заряжын кетіп бересің. Бүгінгі лук осындай. Кіріп келесің осылайна. Этеп қой. Звондап жатыр ма? Да? Давай. Қазір бітіріп алайын. Я. Давай. Осылайна кіріп келесің. Заряжын тұрмын, я? Сымбаттымын ғой мен негізі. Бойым ұзын. Стандарт бой. Құдайға шүкір. Стандарт бой, қол ұзын, аяқ ұзын. Тихо! Не ойладыңдар? Тихо! Ондай әңгімелер айтпаймыз. Ондай ұятсыз әңгімелер айтпаймыз. Мен дұрысталдым қазір. Мен қазір тұра жылдам. Аяқ қол ұзын. Сәл масса жинау керек болып тұр ше. Оны енді істеп аламын негізі ше. Дәл оған істесем ше, фокус қойсам. А так фейс база жоқ, қатты демеймін. Шүкір әйтеуір. Біреудің өміріне жарап береміз әйтеуір. Бұйырып тұрған біреу.
уктишка камаш. Біреудің өмірі ұялмай алып жүре береді да мені. Ұялмай алып жүремін десе, жүріп беремін. Четко киініп аламын. Том Фордың сеуіп үйден. Әйтеуір ең таза киімді шығып, алып жүремін десеңдер, шығып беруге дайынмын. Керек болғанса дейсіз что. Любой ауызашарларына салам. Барып істеуге болады. Аяғым көрінер ма? Футбол ойнағаннан ғой. Осы жерде ғана осындай бар да. Әбден доп тепкенбіз да. Доп тебе берген осындай болып қалған ғой. Бүкіл ми күш осы жерге кеткен деп да. Что? Аяқ керек болса да, тоже жүгіріп ұстау керек болса, шақырасыңдар. Ойнап береміз если что керек болса. Набивать етіп тұрып. Таң. Ойнап ұстауға болады. Не деп жатыр? Бірдеңеде қап кеттім ой деймін. Жамандап атқан жоқсыңдар ма? Жамандап атқан жоқсыңдар ма әйтеуір? Мені оқымай жатыр деп. Солай, короче. Мынаның, короче, сендерге бірдеңе айтып берейін. Даталы андай. Адам түсінбеймін өзімді кейде ше. Менен андай трико алғам ғой, короче. Америкадан осын серийін алғам. Uniqlo деген магазин. Өйткенде серийін киіп жүрдім, качествосы күшті. Что-то мен негізі триконы бір-екі киіп отырғанда тізе шығып кетеді ғой. Нормально жүрдім да. Америкаға осы жол бардым да. Дәл сол серий триконың, дәл сондай размерін шортиына бағасың ғой. Дәл сондай шорти. И осындайдың темно-синий бар. Оның үсті бар, дәл сондай несін үстіне алғам. Серийдің үсті бар, короче. Жинай берейік та. 4-ге дейін болады дейді ғой. Не деп атсыңдар, бірдеңе қап кетпейік. 2600 адам отқан ше? Не болды бәріңе? Көңіл күй керек болды ма? Көңіл күй керек болса звондасаңдаршы. Береміз ғой көңіл күй барынша. Не беру керек болып отыр? Беріп тастау керек болып отыр. Көңіл күй керек болып отса, хабарласасыңдар ғой ешті. Сол нөмірден ғой достар баяғы. Түрмедегілер де хабарласып отыр ғой. Звондасаңдаршы. Таң. Не деп жатыр ше? Қап кетпейік. Әттең, эфир сохранить етілмейді да, е? Сол дұрыс. Адам андайларымыз тарап кетіп жүрер. Лысынен патиде былайынан кірейін деп тұрсың ғой ертең ше. Жаныңмен. Бүйтіп аренаға 22-сіне. Бүйтіп қойып кіріп тұр. Розы киіп аласың да. Осылайынан кірейін деп тұрсың ғой. Әттең мен Мессидің фанат емеспін да, өкінішке орай. А то қазір Интер Майамидің розовый футболкасын киіп алып шығатын едім да. А так осы ғой бізге. Тренировка, спорт, махаббат денсаулық қой. Қазір. Секіре бересің ғой скакал. Не номерін садыр деген не ол? Күтесіңдерші біреу номерін таратып отыр ма не? Сөйлесіп сайық. По красному, по черному. Не деп атсыңдар, тоқтай тұршы. Қалай тоқтатады маған? Доғарыңдар десің. Садырдың номер айтшы Садыр айтайын деп тұр. Болды, айтамын, жазбаңдар. 8777 965 дальше өздерін табаңдар. Мен көрдім ба, екі жұмысты бірге алып жүре берем да. Спорт, кардио мен стримді де өткізе бересің ғой мына жақта аренаң істеліп жатыр, мына жақта альбом жақсы болғасын. Съемкасы болып жатыр. Мына жақта элонаға пұт етіп жатсың, короче. Трика болып ағасын. Спорт бәрін. Қарным ашты. Қарным ашты менің. Алматтан келатсың ба, или Астанадан келатсың ба? Түсінбеймін осы, келатырмын деп 2 сағат бұрын жазған ғой. Әлі жоқ та. 22-сіне бәріңізді аренада менің тегін концертімде күтемін. Келіңіздер. Теннисқа қатысам ойдым. Том.
настольныйға кетейін ба или андай жерде столда тұрып тоқтап қойып тоқ үстімен ұратындар бар ғой бүйтіп ше тоқ андай басыма резинка тағып аламын тоқ өтіп кетеді топ былай қарай тоқ деп қойып все 3100 адам отыр, сағат 10 болды. Шығайын мен. Дальше тренировка бар еді. Не деп атсыңдар? Мынау не галочка киіп отыр? На пианиноны көрдіңдер ма? Съемкаға сатып алғам. А так қатты не рабочий бұл ше. Мектептерде тұратын пианинолар бар ғой. Қап кеткен же, дауысы жаман. Сондай ғой. Мен түсінбедім деген өлеңімді өйстіп жазған ғой. Мынандай ет түсінбедім деген бір жазған өлеңім бар еді. Сол кезде колледжден андай етін фаноның аранжировкасын істеген едім телефонмен сол кезде. Жоқ. Еш бастадым. Түсінбедім көздеріңнен жас тамады көз жасыңды байқамасын басқалары сүйемді алғаш әнім бастады жүрегім еркелетіп қосқан әнім сен маған ұнайсың деп осындай еді. Все, бәріңізге рахмет, көңіл күй көтердік. Мұңаймайық, бәрінше жұмыс істейік. Бәріңізді тағы да қайталап өтем. Аренада 22 күні менің кішігірім концертім Listening Party'де альбомның презентациясында күтемін. Бірге альбомды бірге жарыққа шығарайық. Енді сәл қорқыныш бар. Қорқыныш болғанда қалай? Ертең ән ұнай ма деген сияқты. 2 жыл уақытымызды арнадық осы әнге. Осы 10 ән үшін. Негізі альбомда бәрін айтып берем, негізі көп трек болу керек еді. Бірақ көбісін шештім. Келесі альбомға жазам. Сол үшін де бәріңізді күтемін. Келіңіздер, керемет кеш болады деген ойдамын. Құдай қаласа. Бәріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Пока. Камсамида. Сараньо. Пока-пока. Андай туысқандар бар ғой, қазір кетем деп кетпейтін үйге. Солар сияқты болып тұрмын ба? Қазір деп. Давайте. От души.